Салем достар, біз бүгін жұмсақ, дәмді, шоколадты, балды тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызға какаоымызды, қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Содан соң майымызды, балымызды, қантымызды жай отта ерітіп аламыз. Бөлек ыдыста жұмыртқамызды жақсылап араластырып, массамызға бөліп құятын боламыз. Құйған кезде оны үздіксіз араластырып тұру қажет. Мына жерде сода қосқаным көрінбей қалыпты. Сізде сода қосуды ұмытпаңыздар. Осылай аппақ боп көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң массамызды ұнымызға кішкене бөліктен құйып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды енді жайып аламыз. Жайып алып, оны дөңгелек етіп кесіп, табамызда 5-7 минут пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз дайын болды. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміміз дайындау үшін бізге бөлме температурасында сары май және сгущенка керек. Сары майымызды жақсылап араластырып, үстіне сгущенкамызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді корждарымызды біріктіретін боламыз. Біздің тортымыз дайын болып қалды. Мен жан-жағына қалған корждарды үгітіп септім. Біздің нәзік, жұмсақ шоколадты балды тортымыз дайын болды. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.